Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді яблочный пирог дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқаның сарысы, қант, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді жібітілген сары май, сүт және қант қосамыз. Енді біз құрғақ ингредиенттерімізді бір-бірімен араластырамыз. Олар ұн, разрыхлитель және ванилин. Барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, оны илектен өткіземіз. Массамызды жақсылап араластырамыз. Менде осындай консистенцияда шықты. Енді видеодағыдай алманы тураймыз. Мен 4 алма қолдандым. 4 алма тым көп болды. Сондықтан 3 алма қолданыңыз. Алманы турап болған соң, массамызды формамызға құямыз. Мен формамның диаметрі 24 см. Видеодағыдай алманы қойып шығыңыз. Бетіне ең алдымен сары май құясыз, содан соң қантты қоясыз. Себесіз. Мен байқамай бірінші қант сеуіп қойдым. Қантты алманың бетіне себуге тырысыңыз, сонда алманың қышқылы сезілмейді. Енді қызып тұрған пешке 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Менде осындай пирог шықты. Өте дәмді. Баршаңызға кеңес беремін. Лайк басып пікір қалдыра кетіңіз. Сау болыңыз.